Адамдық диханшысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көгертуге құл халықтың. Қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер жануарым екі аяқты, адамдық хайуанға қанша қажет. Жаратқан малды Құдай не керекке, мінуге, сою, соғу, жүндемекке. Жорта бер қамыт киіп қамшыңды жеп, бұйрық жоқ ұрасың деп үндемекке. Таяққа ет үйренген қойшы жайлап, көкесек қозғалама түрткенге айдап, есептен алданғандай болғандар көп, жасықты асылма деп білмей қайрап. Бұл өлеңнің идеясы әділетсіздікпен бағыну, яғни қамыт киіп қамшы жеп жүруге мәжбүр болған халықтың үнсіз бағынуы. Таяққа үйренген қойшы мен көкесекке теңелуі олардың еріксіздігі мен бағыныштығын айқындайтындай.